Сонымен Алаш Pride Selection турнирінің комментиментлерді келіп жеттік. Мінекей басты жекпе-жектердің бірі. Тағы да біз қазақ-өзбек текетіресін тамашалайтын боламыз. Шагбоз Ашуралаев. Шагбоз, нақтырақ айтсақ, Ашуралиев 20 жастағы спортшы. Жаста болса, мінекей ММА спортына ерте қадам басқан әуесқойлар арасында біраз жекпе-жектер өткізіп, өзін кәсіби деңгейде сынап көруге бел буған екен. Мінекей өзінің дебюттік жекпе-жегін өткізу үшін қазір 8 бұрыштың ішіне кіреді. Ал оның қарсыласы отандасымыз Бағдат Ағыбай. Ағыбай Бағдат, назарларыңызда 29 жастағы спортшы, Рекорд спорт клубының өкілі. Сол клубта жаттығып, сол клубтың намысын қорғайды. Мінекей Бағдат ішінде бұл кәсіби деңгейдегі алғашқы жекпе-жек. Бола Сейтбек ортадағы төреші. Қос спортшыға кезектен салып бергеннен айқас басталады. Бағдат Ағыбай бірінші номеріне жұмысыға көшті. Қазір қарсыластың сол қолмен жасаған соққысы дегенмен дәл тиген жоқ. Шагбоз Ашуралиевтің тағы да сол қолмен жасаған соққысы. Middle kick. Дегенмен бұл соққылардың ешқайсысы дәл тиіп жатқан жоқ. Есесіне Бағдат Ағыбайдың оң қолымен құлаштап орған соққысы ашпасын жаңа өтті. Мінекей Шагбоз дәл осылай соққы жасап көруге ұмтылған сәт. Қазір Бағдат Ағыбай барынша бірінші номермен жұмыс істеп қысын көрсетіп жатыр. Әжептәуір Ашуралиевтің жасаған бірнеше соққысы дегенмен қорғанысқа тиді қазір. Арғарай Бағдат Ағыбай жекпе-жекті партерде жалғастырып көздеген секілді. Тейкдаунға ұмтылып қазір. Ізденен бір соққы жасап үлгерді. Қазір жекпе-жекті қайтадан ортадан жалғастырды. Тағы да Бағдаттың құлаштай жасаған соққысы. Соққы алмасу барысы. Спортшының дегенмен Бағдат өтті дәлірек қарсыласына қарағанда. Сол қолы дөп тиді. Мінекей кезекті соққы. Мінекей бұл тұста Бағдат Ағыбай өзі қарсыласын сол қолмен құлаштайған соққысын жіберіп алды. Қазір Бағдат Ағыбай ойнан қысып, құшақтап қарсыласын қоқындырып көруге тырысып жатыр. Мінекей барынша қысып алған екен. Әдісті соңына дейін жеткізуге толыққанды мүмкіндігі бар. Дегенмен Ашуралиевті бұл тұста Бағдат Ағыбай өте ұтымды пайдаланып кетті. Қарсыласын қателігін ойыннан өте жақсы қысып алды. Ары қарай қоқындыру қиынға соққан жоқ Бағдат Ағыбай үшін. Өте тартысты жекпе-жек. Бапкерлердің қуанышына шек жоқ. Қазіргі жекпе-жектің жеңімпазы Бақдос Олжабайтыда байқап отырмыз. Бірінші раундтың екінші минутында 11 секундында қалқындыру әдісіменен Қазақстан Шымкенттің жауынгері Ағыбай Бағдат Ағыбай осылайша мінекей тамаша жарқын жеңіске жетіп отыр. Назарларыңызда жекпе-жектің жарқын сәттері.
хайлайттары, яғни Бағдаттың флаштай ұрған соққылары бұл жерде.